Достар, Alibaba.com-ға қалай тіркелуге болады, сол туралы айтып өтеміз. Alibaba-ға кіреміз, тіркелу жолын көрсетемін, және кейін тағы адресімізді тіркейміз, тағы басқа жолдарын көрсетіп өтетін боламын. ID дегенді басқан кезде сіздерде Google аккаунт шығады. Google аккаунттарыңызды басып, далее деген кнопканы бассаңыздар, сіздерді автоматты түрде Alibaba.com-ға кіргізеді. Мен қазір басатын болсам, мен экран қап-қара болып көрсетпей қояды, достар. Қазір мен кіргізіп көрсетемін, және қалай адрес тастапын тіркейміз, және қалай болады, соның бәріңізге түсіндіріп өтетін боламын. Менікі кірді, мен өзімнің группам қазір, мен өзімнің аккаунтымды енгіздім. Аккаунтты енгізгеннен кейін, қараңыздар, қазір біз өзіміздің адресімізді енгіземіз. Адрес доставки деген жерге кіргіземіз, добавить новый адрес. Мына жерде контактный лица деген жерге өзіңіздің атыңызды латын әрпімен жазасыз, латын әріптерімен. Кейін страна деген бөлімге өтіңіз. Страна деген жерге өзіміздің Қазақстанымыздың, яғни өзіміздің мемлекетіміздің туын таңдаймыз. Яғни өзіміздің мемлекетімізді енгізетін боламыз. Егер карго болатын болса, каргоны енгізсеңіздер, біршама арзан келеді товарларыңыз, чем тікелей алдырғаннан көре. Ортада сіздің өзіңіздің посредниктеріңіз болады. Посредник арқылы келсе, олар за килограммын алады, 1 килограмм алады, $5. 1 килограммны қазір средний товар алып кезде $5 алып келіп жатыр қазір карголар. Қазақстан енгіземіз, Қазақстаннан кейін Южный Казахстанский область, одан кейін мен өзімнің қалам Жетісай дегенді енгіздім. Енді мына жерге телефон номерімізді енгіземіз. Мына жерге өзіңіздің ауылыңыздың осы Жетісай қаласының қай жерінде тұрасыз? Мен Жетісайдың Жылысу ауылында тұрам. Жылысу латын әрпімен, латынский әрпімен. Одан кейін мына жерге сол, яғни сол ауылдың қазпоштасы қай көшеде орналасқан? Қай көшеде орналасқан? Менікі Жылысу ауылының Испулов көшесінде орналасқан. Испулов. Мына жерге индекс деген тұр. Мына индекске адаспаңыздар. Мыналарды адастырып жазсаңыздар да, мынаны адастырмаңыз. Себебі поштаға келген товарыңыз сіздің мұны осы индекс арқылы жібереді. Адрес қате болғанмен индекс арқылы тауып алады. Ешқандай қателес, индекс кодыңыз қайсы? Сол ауылыңыздағы индекс поштаны жазыңыз. Менің индекс поштам 160517. Менің индекс поштамның номері бұл. Бұл осы Жылысу ауданына қарасты Қазпоштаның индексі. Сіздердің өзіңіздің сол қалалық индексіңізді жазасыз мына жерге. Мына жерден қате жазсаңыздар, бұны қате жазушы болмаңыздар, достар. Бұны қате жазатын болсаңыздар, товарларыңыз басқа ауданға кетіп қалуы мүмкін. Әр ауданның өзінің жеке, әр поштаның өзінің жеке индекс коды болады. Сол кодпен товарларыңыз жіберілетін болады. Мына жерлер қате болғанмен, мына индекс дұрыс жазған болсаңыз, осы индекске келеді, осы сіз жазып қойған телефон номеріңізге сізге хабарласады. Осындай поштаға келді товар деп, осы мына жерге жазылған телефон нөмірі арқылы сіздерді табатын болады, достар. Сохранить дегенді басып шығып кетесіздер, достар. Сохранить деген басылғаннан кейін автоматты түрде мына жерге адрестеріңіз шығатын болады, достар. Енді келесі настройкаға кіріп, өзіміздің ақшамызды, валютамызды долларға айландырамыз. Валюта дегенге кіреміз, курста валютаға. Мына жерде сіздерде доллармен көрсетіп тұрады. Осы жерден өзіңізге жаңағындай өзіміздің Қазақстанның туын тауып алып, теңгеге ауыстырып қоясыздар. Мен теңгеге қойып қойғам, менің көшем теңгеде тұр. Қазақстанның теңгесі валютасы бар, мінекей. Қазақстанның валютасын басасыздар. Бұл жерге бізде айтыр, мына жерде сіз қандай валютаны енгізгенмен сізден төлемді алатын кезде доллармен шешіп алады сізден. Бұл үшін Каспий банкті енгізетін болсаңыз, Каспий банкті енгізгеннен кейін сіздерден сол Каспийден доллар арқылы шешіп алады. Яғни курсный валютаның бағамымен сізден шешіп алатын болады, достар. Окей деген кнопканы басамыз, және біздің валютамыз, қарап тұрсаңыздар, мінекей Қазақстанның валютасын көрсетіп тұр. Енді товар сатып алу қалды, достар. Товар сатып алуды келесі видеомда көрсетіп алатын боламын. Келесі видеоны өткізе алмау үшін видеоға лайк және каналға подписка басып, қасынан шыққан қоңыраушаны басып қоятын болсаңыздар, достар, келесі видеомда міндетті түрде бірінші топ тамашалайтын боласыздар, достар.